Ассаламағалейкум достар, сіздермен ауылдағы гараж арнасы. Бүгінгі біздің істейтін жұмысымыз бұйырса алдыңғы артқы 2 амперді сұйық шпаклевка шашып грунтовкаға дайындау болады. Алдыңғы бамперге сұйық шпаклевка шашып қойдық, бір слой. Бұл мынандай жерлерге тағы да екінші слой шашатын боламыз. Мына жерлерін жеткілікті сияқты. Жақсылап кепкесін екінші слой шашамыз. Одан кейін шкурк керек болса шкурклейміз. Артқы бамперге кешегі мына ойық жерге екінші слой шпаклевка жағып қойдым. Бұны қазір шкуркамен алып тастап, көбірек ойық болса тағы да жағамыз. Содан кейін тазалап сұйық шпаклевка шашамыз. Неге артқы бамперге шпаклевкасын тегістеу машинкасымен тазалап тастадық. Енді кішігірім шұрық тесіктері қалды. Ол сұйық шпаклевкамен жабылып кетеді. Сосын бамперді, артқы бамперді толықтай тегістеу машинкасымен тегістеп өттік. Енді мынандай жерлерде ойықтарға шпаклевка жағып шығу керек. Мынандай жерлерде. Бұны сұйық шпаклевка жаға алмайды. Қалған жеріндегі кішігірім мынандай шұрық тесіктер, олар барлығы сұйық шпаклевкамен жабылып кетеді. Шпаклевканы қазір ұра алмаймыз, өйткені күн бұлттанып жаңбыр жауа басталып жатыр. Бүгінге осымен жұмысымыз тоқтап отыр. Келесі кездескенше сау болыңыздар.